Сөпінегіз Титан, Liberation кегімізді шығарыңдар. Оның біткен жері осы. Итер! Порко! Жанпида деп аяғасты ұруы. Қолда бар мәлімет менен. Үлкен тәуекелге баруы жайдан жай емес. Эрен! Түс бері. Райнер. Марлиді мынадай санасыз қадамға сендірген сен ғой. Үйімді таптағаның үшін. Осымен бітті. Күркіреген айзаме тойдырыңдар. Эрен, болды. Сен жеңілдің. Қиналғаның осымен жетер. Болды. Ұйықты. Мінекей. Мақтауға тұрарлықсың. Эрен, қалғанын ағаңа қалдыр. Тасымалдаушыны қысыңдар. Тағыл, бізге дәлдеп тұр. Түпнегіз, жануар тектеске бет бұрды. Жоспары бір-біріне жету екен ғой. Тасымалдаушы Титан, өлетін жерің осы болды ма? Пикжан, сендер өлтірген жоқсыңдар ма? Құлатыңдар! Генерал Магат! Браун, түп негізді жануар тектеске жеткізбе! Пик жылдамдыд! Бір тамшы өмір болсын қалсы. Айқайлайтын айқын. Галиард! Жануар тектеске оқты. Өлесіңдер ме жоқ па? Эрен. Ойын Порко, әліңді тұр. Мен жай інімді қорғағым келді. Әлі тұрмани. Зиг! Енді титандарымның кезі. Тоқташы! Айқайламаңызшы, Зиг мырза!
Балаларды араластыратын адам емессіз ғой. Фалько, айқай естілетін радиустан шығып үлгерсінші. Сосын алдиялық бамарлемі қыра беріңіз. Бауырымды тартпаңыз бұған. Кольт, бауырға деген сезім мені де жібермейді. Жіберіңіз. Бір жақсы, Фалько, мен сен үшін мұндамын. Usta, Фалько. Екеуімен бірдей төбелесе алмаймын. Ішіңнен де хайуан екенсің. Шірік десе, тек түп негіз қалды. Керегі тек омыртқа сұйықтығың. Енді Эрен түп негіздің күшін пайдалана алмайды. Біз бұрышымызды атқарып шықтық. Сауыты Титанды менен алатын. Фалько. Менің өмірім босқа кетпес. Ағамның есін көрдім мен. Фалько! Аз ғана қалды. Эрен! Барлық жолдар түйсетін координат осы. Деп отырмын. Сенің басыңды Габи жұлып түсірді. Бірақ та өліп кетпей тұрып бір-бірімізге жеттік. Біреу бар. Уайымдама. Бұл Шеше Эмир. Бір кезде ол менің денемді қайта құрып өмірге қайта келді. Эрен, Шеше Эмирге бұйрығыңды айт. Арманымызды орындайтын уақытымыз келді. Эрен, айт оған. Элдиялықтар бұл дүниенің көзі жойылмағанша балалы бола алмасын деп бұйыр. Мен ешқашан мұндай қарқсатқан жоспарды орындамаймын. Элдиялықтар көзі тірісінде бұл тозақ аяқталмайды. Көргеніміздің бәрі мәңгілік цикл болып қалады. Шеше Эмир, маған күшіңді бере тұр. Өзім де солай ойладым, Эрен. Мені ең жақсы түсінетін жалғыз жан. Сенің оянғаныңша мен көп нәрсе үйрендім. Еркін басқаратын патша ханы барды. Патша ханы барларды ол өзінің қожайыны деп бағынады. Сен жай ғана кілт едің. Эрен, өзіңе кінә тақпа. Сен екеуміз ана жауыз әкенің құрбаны ғанамыз. Мен сені ешқашан тастамаймын. Мен сені түп негіздің күшімен жөндеймін. Тыңдаңызшы. Мен қабырғаның сырттан келген элдиялықпын. Тура сіздер сияқты Эмирдің ұрпағымын. Қабырға патшасы. Өтінемін, келе жатқан титандарды өлтіріңізші. Бұл титанның күшін адамдардан қорғау керек. Әлемнің тыныштығы үшін біз өзіміздің күнәларымызды мойындауымыз тиіс. Бар таңдауымыз тек жойылып кету. Бірақ іштегілер өздерінің ата-бабаларының істеген күнәларын қайдан білсін? Олардың барлығы есін сіз тартып алдыңыз ғой. Аузымызды ашпай әлемнің қаһарын қабылдаймыз. Біз элдиялықтар ғана өлімге лайықтымыз. Сіз тіпті түп негіздің күшін менен тартып алсаңыз да, сіз ештеңе білемін. 9 титанның әрбірінде өз қабілеті бар. Шабылдаушы титан өзінің болашақ мұрагерлерінің есін көре алады. Болашақ? Түп негізді мен жеймін де. Патша ханын тура осы жерде аяқтаймын. Қаш! Істей алмаймын.
Балаларды мен қалай өлтірем? Өткен шақ өзгермейді. Тез өлтірсеңіз, әпке! Біздің жұмағымызды қирататын болды ғой. Фрида, қорғашы бәрін! Не істеп отырсың? Ұмыттың ба? Қарындасыңды тірде иттер жегенін ұмыттың ба не? Бәрінің кегін. Өзің бастадың ғой. Эрен! Рейс отбасын өлтірдім! Енді бақыттысың ба? Сен неге маған бәрін көрсетпейсің? Сол жерде болдың ғой. Зиг. Не дейді? Эреннің есіне не болатынын көрдім. Зиг, кешірші. Мен сені қаншама қиыншылыққа салдым. Мен сенімен көбірек уақыт өткізім керек еді. Зиг, Эренді тоқтат. Әкемізді жейтін кезін көріп үлгермедің ау. Шабылдаушы деданды. Уақыттан оттай алатын күші болса, ол түп негіздің күшін алса да ол білді. Түп негіздің күшін өзі пайдалана алмайтынын. Шалдың есіне алып келгеніңе саған рахмет. Жолыма түстім. Мен өз болашағымды әкеміздің есінен көрдім. Шеше Эмир! Эмир ұрпағының әрқайсынан көбею қабілетін ол. Координат! Әкеміздің есінен қандай болашақты көргеніңді білмеймін. Бірақ бәрі сен көргенде емес қой, е? Өмір бойы әлсіз болып өттің. Эмир қимылын бір бастағанды, әлемде оны ештеңе тоқтата алмайды. Бұл әлем азап пен қасіретке толы болғандықтан, сені бәрі жақсы көретін адам болуың керек. Басқаларға көмектес. Шошқаларды босатқан біреуің, қайсыларың? Әйтпесе әрқайсыңның көздеріңді шығып тастаймын. Жақсы, сен енді боссың. Құлым Эмир, жолымды салып жерімді аударып тауларымды біріктірдің. Сайым ретінде мен саған ұрығымды беремін. Неменеге жатырсың? Тұр бұл. Құлым Эмир. Жеңдер менің қыздарым. Эмирдің бір тәлім еті қалмасын. Қыздарым менің. Бала туыңдар, көбейіңдер. Немерелерім өлсе, омыртқа сұйықтығын шөберелеріме беріңдер. Тіпті мен өлгеннен кейін, менің алдиялықтарым бұл байтақ жерлерді өз алыптылығымен басқарсан, менің ұрпағым барда мәңгі. Жетер! Сен құл емессің. Шешімді қабылдайтын сен, таңдау сенікі. Не сен деп тұрсың? Эмир! Менің бұйрығыма бағын. Мұнда мен патша ғана. 2000 жыл күттің.
Әрін түп негізге жетті. Қазір басталған бұл дүріл. Зейк, тоқта. Марлиде жиналған одақ әскерін талқандау үшін болса, соншама титандар не үшін? Эмирдің әрбір ұрпағына мен әрін егер. Мен парадис қабырғаларын босаттым. Іште қамалып тұрған титандардың бәрі маршты бастады. Бүкіл әлем парадис халқының жойылып кеткенін тілеп отыр. Оған қоса Эмирдің әрбір ұрпағының көзі жойылып кеткенін де. Бұл тілектен мен бас тартамын. Аралдан тыс барлық жер беті тапталып өтеді. Сондағы барлық тіршілік бұл дүниеден көзі жойылады. Өмір үшін, бақытты болу үшін. Әлемде бар үлкен зеңбіректің әрбір бүгін осында жиналып тұр. Барлық флотилиялардың бірге тұруы нағыз ғажап. Оны осы жерде тоқтатпасақ, басқа ешкім қалмайды. Анау, шабуылдаушы титан! Бәріңді жоямын. Әрқайсыңды бұл дүниеден